Адамның түнде ұйықтап жатып тіс шықырлатуын ғылымда бруксизм деп атайды. Бұл да бір аурудың түрі саналады. Адам неге түнде тіс шықырлатады? Себебі әртүрлі. Бірі маңызды болса, енді бірі жай себеп болуы мүмкін. Ендеше соларды қарастырып көрейік. Мамандар бруксизмнің себебін екі ірі топқа бөліп қарайды. Оның бірі тіс дәрігерінің көзқарасы тұрғысынан, екінші психологтың көзқарасы тұрғысынан. Мәселен, тіс дәрігерлері адамның түнде тіс шықырлатуының себебі ауыз қуысының дұрыс орналаспауы, әсіресе тіс жүйесінің дұрыс орналаспағаннан болады деп түсіндіреді. Тіс тығыз не алшақ орналасса, тамақты дұрыс тістей алмаса, немесе протез бен пломба қойылған болса, бұл бруксизмге әкеледі дейді стоматологтар. Тістің орналасу тізбегі бұзылуы адентия пайда болса да тіс шықырлатуға әкеледі. Екінші себеп нейро бұлшықет жүйесінің бұзылуы. Бұған неврологиялық себептер жатады. Күйзеліс, көңіл күйдің түсуі, күнделікті күйбең тіршіліктен қажу, психикаға күш түсу сынды психологиялық жай күйлер әсер етеді. Мәселен, студент сабағына үлгере алмай қатты қиналуы мүмкін. Ересек адамның жеке өмірінде қиындықтар болуы, өзін кінәлауы, өкінуі, өзін бәрінен кем санауы мүмкін. Неврологтар осының бәрі орталық ми жүйесінің жұмысын нашарлатып, содан бұлшығы тырысып, қысылып қалады, ал сол бруксизмге әкеледі деп түсіндіреді. Адам тіс шықырлатқан өзі сезбейді, көбіне елден естиді. Адам бір тіс шықырлатқанда 10 секундқа дейін шықырлатуы мүмкін, бірақ соны қайталай береді. Түнімен тіс шықырлатқан адамның таңертең басы ауырып, иегі мен жағы да қақсауы мүмкін. Адамның ұйқысы қанбай, шаршап тұруы да әбден мүмкін. Тіс шықырлатқан жақсы емес. Мамандардың айтуынша тіске аса зиян көрінеді. Тістің эмалі кетіп, тісі қисық бітуі мүмкін. Ыстық пен суық нәрсені іше алмай қалуы да ықтимал. Содан тіс қабынуы мүмкін. Пломба мен тіс сауыт кетуі де мүмкін. Сондықтан мамандарға қаралған абзал ортодонт, хирург, невролог, психотерапевт және стоматологтар қарап бруксизмнің себебін анықтайды. Невролог пен психотерапевт тіс шықырлатудың неден екенін анықтап, ортодонт пен стоматолог емдейді.